тілінде даки, деки, таки, теки деген қосымша бар. Бұл қазақшада да бар. Мысалға, кімдегі, қайдағы, қай жердегі, пәленшедегі, түгеншедегі, ана жердегі, мына жердегі деп бізде қолданамыз. Түрік тілінде әрине ол үндестік заңына бағынады. Дауысты дыбыстар үндестігі немесе дауыссыз дыбыстар үндестігіне бағынады. Егер соңғы дауысты дыбыс А, О немесе У болатын болса, даки немесе таки, соңғы дауысты дыбыс И, Ö немесе Ö болатын болса, деки немесе теки, қай жағдайда таки, теки, егер соңғы дауыссыз дыбыс, егер сөз дауыссыз дыбыспен бітіп тұрса, және ол Ф, С, Т, К, Ч, Ш, Х және П дауыссыз дыбыстарының бірі болатын болса, таки немесе теки. Мысалға, ач, таки деді. Соңғы дауыссыз дыбыс Ч, оның алдындағы дауысты дыбыс А, сондықтан ач, таки, kuş, ağaçtағы құс. Arabadaki bebek. Araba, көлік, машина. Arabadaki дауысты дыбыспен бітіп және ол жуан, сондықтан даки, бебек. Böbek, böpe. Ormandaki ev, ormanдағы үй. Orman, A, соңғы дауысты дыбыс, сондықтан A-дaki, N, nefeste şakap емес, ormandaki ev. Parktaki salıncaklara bindim. Park, kымен бітіп қатаң дауысты дыбыс. Біздің бұл фыстық шақаптың қатарында бар к, сондықтан та дедік, т дедік. Оның алдындағы дауысты дыбыс А. Parktaki salıncak, бұл әткеншек, әткеншектерге міндім. Sandalye, çanta, kimin? Sandalye, бұл орындық. Sandalye қайда? Sandalyede. Қайдағы? Sandalyedeki. Çanta kimin? Sumka kimdiki? Şu pastane. Pastane, бұл аспаздық дүкен, кулинария. Анау pastaneде, кулинария, дағы, pastanedeki poğaçalar nefis. Poğaça, бұл булочки, тоқаш, түріктерде пісірілетін poğaçalar nefis, nefis, керемет, өте дәмді. Her hafta sonu, әр аптаның аяғында, аптаның аяғы дегендері түріктерде демалыс күндері сенбі, жексенбі, hafta sonu. Karşı balıkçıdan balık alıyoruz. Yani жолдың қарсы жағындағы балық сататын дүкеннен балықшыдан немесе балық аламыз. Her hafta sonu karşı қайда? Karşıda. Қайдағы? Karşıdaki balıkçıdan. Türkiye'nin güneyi, denizin adı ne? Türkiye'nin güneyi, Türkiye'nin оңтүстігі. Қайда? Türkiye'nin оңтүстігінде. Егер бұның алдындағы сабақтарымыздан есімізде болатын болса, біз изафетті өткен болатынбыз. Тіркестер, зат есімнің тіркесуін, немесе матасу дегенбіз түркшеде. Бұл жерде Türkiye'nin güneyі анық тіркес бар, Түркияның оңтүстігі. Енді Түркияның оңтүстігінде дейтін болса қайда? Бұлай Түркияның güneyі деп айтпаймыз. Түркияның güneyінде деп айтамыз. Өліні, сосын бар біздің мысалдарымызда болған бұндай мысалдар. Тіркестерді, затесім тіркестерін өткен кезімізде Түркияның güneyindeki, Türkiye'nin оңтүстігіндегі, қазақшада да осылай, denizin adı ne? Denizдің атауы қалай? Adı. Ankara evimiz, İzmir evimizden geniş. Ankara қайда? Ankara'da. Қайдағы? Ankara'daki. Evimiz, үйіміз, İzmir. Қайда? İzmir'de. Қайдағы? İzmir'deki. Evimizden geniş. Ankara'дағы үйіміз İzmir'deki үйімізден кең.
İstanbul kayda, İstanbul'da kaydağı, İstanbul'daki müzeleri gezdin mi? İstanbul'daki müzelerde araladın mı? Gezmek, kıdırу, aralav, serüvendev, tabak, yemeği bitir. Tabak. Tabak негізі тарелка. Тарелкаға табақ деп айтамыз түркішеде. Табақ қайда? Тарелкада табақта. Қайдағы? Табақта ки. Неге т? Өйткені соңғы дауысы дыбыс к. Annem eli poşeti bana verdi. Mamam kolunдағы elin мына жерде тәуелсіздік жалғауы бар, сондықтан елін мына жерде де сондай болған. Қолында деп айтамыз ғой, қазақшада да солай. Елінде, қайдағы, қолындағы, еліндегі poşeti, пакетті маған берді. Masa, üstel, masada, üstelде, қайдағы, masadaki, üsteldeki, bardağı ben kırdım. Üsteldегі стаканды мен сындырдым дейді. Біз жаңа қандай жалғауларға қарадық? Дағы, такы, деке, немесе теке қосымшаларын қарастырдық. Бұл соңындағы к, ки, негізі ки вариантымыз, ки негізгі. Бұл да, де қосымшасы болмаса да, ки жалғыз өзі де қосымша ретінде қолданыла алады. Негізгі тұлғамыз ки. Қазір оны айтып өтеміз. Бұл әдетте мысалға уақытты білдірген кезде, қазақшада да бар. Мысалға акшам ки деп айтамыз. Байқап тұрмыз, не істеді? Заңға бағынған жоқ, үндестік заңына. Мысалға бізде а ғой, соңғы дауысты дыбыс. Соңғы дауысты дыбыс а болғандықтан біз не істеу керек едік? Мысалға такы, дакыдағы сияқты к-ны алып келуіміз керек еді. Бірақ бұл ки негізі, бірақ заңға исключениелері де бар, негізі заңға бағынбайды, үндестік заңына. Акшам ки. Кешкі. Yarın, ертең. Yarın ки. Ертеңгі. Жуан, бірақ біз ки жалғадық. Sabah, таңертең. Таңертеңгі дейтін болсақ, sabah ки. Бірақ жаңа айттық, бұның исключениелері де бар. Бұл киден ауытқитын. Dün, кеше. Кешегі дейтін болсақ, dün kö деп айтамыз. Kö вариантын жалғадық. Бұл бүгін деген сөзге де солай жалғалады. Бүгінгі дейтін болсақ, бүгін kö деп айтамыз. Немесе жазамыз. Бүгін ки. Мыналар міне уақытқа байланысты. Сонымен қатар ол кімдікі деген сұраққа да жауап береді. Kiminki. Kiminki. Кімдікі деген сұраққа жауап берген кезде де біз ки қосымшасын пайдаланамыз. Мысалға, менікі, сенікі дейтін болса, benim ki. Senin ki. Onun ki. Bizim ki. Бұл да тәуелдік жалғау секілді иелік мағынасын білдіреді. Бірдеңеге ие болу. Sizin ki. Onların ki. Бұны қандай жағдайда қолданамыз? Мысалға, benimki, жай ғана менікі, сенікі деп айтатын болсақ, немесе, мысалға, benim defterim. Менің дәптерім. Менікі. Benimki. Senin defterin.
Seninki degan sekilde ары қарай bunu жалғастырып кетуге болады. Немесе адамның атын қолдансақ болады. Эльмираның дәфтері. Кімдікі? Эльмиранікі. Эльмираныңки не істедік? Әуелі мына жерге іліксептің жалғауын алып келдік. Ол өзде бар мына жерде. Сосын ки қосымшасын жалғадық. Эльмираның дәфтері дедік. Мысалға басқа бір Бейзаның китабы. Кімдікі? Бейзаныңки. Әдетте әйел аты бұл. Бейзаның ки. Мәрве. Әйел атауы. Мәрвенің кәлеме. Кімдікі? Мәрвеніңки. Ки деп айтамыз. Кітаптағы енді мысалдарға қарайтын болсақ, мына жерде жаңа біз айтқан көріп тұрмыз. Ақшам ки, кешкі, ярын ки, ертеңгі, сабах ки, таңертеңгі, дүнкі, бүгінгі, кі, кешегі және бүгінгі. Akşam ki film güzel miydi? Film keşke болған. Film, kino, жақсы mı еді? Güzel miydi? Қызық mı еді? Немесе öğleden sonra derse girecek misin? Түстен кейін сабаққа кіресің бе? Бірақ түстен кейінгі сабаққа дейтін болса, öğleden sonra ki derse girecek misin? Dün gazeteleri okudun mu? Kişi gazeteleri okudun ba? Al kişiyi dedim bolsak, dünkü gazeteleri okudun mu? Bugün filme gitmek istemiyorum. Bugün filmge bargım kelmeydi, kinoga bargım kelmeydi. Bugün dedim bolsak, bugünkü filme gitmek istemiyorum. Yarın şenlikte hangi sanatçılar var? Erteng festivalde qanday өнерпаздар бар, немесе әншілер бар. Yarın ki şenlikte hangi sanatçılar var? Жалғастырамыз. Мына жерде жаңа біз айтып өткен менікі, сенікі, ананікі, мынанікі, пәленшенікі, түгеншенікі дегенде мысалға benim қалемім, benimki, менікі, Ali'nin kitabı, Ali'nin kitabı, Ali'ninki. Bu silgi benim. Mına o'şirg'ish meniki. Senin silgin nerede? Senin o'şirg'ishing qayda? Bu silgi benim. Mına o'şirg'ish meniki. Seninki nerede? Seniki qayda? Seninki. Ne istedik? Biz mına жерде senin silgin deyip aytgan жоқпыз, оны ықшамдап seninki deb ayttık. Bizim oğlumuz doktor, bizning oğlumuz dərgər. Sizin oğlunuz ne iş yapıyor? Sizin balanız ne işim isteydi? Bizim oğlumuz doktor, bizning oğlumuz dərgər. Sizdiki ne isteydi, ne işim isteydi deytin bolsaq, sizinki ne iş yapıyor deb aytamiz. Sizin anahtarınız burada. Sizin kızdığınız ne жерде? Ömer'in anahtarı nerede? Ömer'den kilidi qayda? Sizin anahtarınız burada. Endi Ömer'diki deytin bolsaq, Ömer er adamның аты. Mına жерге apostrof qo'yamiz, өйткені бұл жалқы есім. Ömer'inki nerede? Senin yazın çok güzel. Senin жазу, қолың. Почерк. Senin қолың өте әдемі. Kardeşinin yazısı da güzel mi? Sіңіріңнің немесе ініңнің қолы да әдемі ме? Senin yazın çok güzel, senin қолың өте әдемі. Sіңіріңдікі, ініңдікі деп сұрайтын болсақ, kardeşininki de güzel mi? деп сұраймыз.